Сәлем, құрметті достар. Қосалқат тігін шеберханасы өзінің YouTube каналындағы алғашқы видеосын сіздерге ұсынғалы отыр. Бүгін осындай құрақты жаңа бастап жатқан қыз келіншектер үшін өте жеңіл құрақ түрі, ши құрақты құрап көрсететін боламыз. Сонымен қыздар, бізге құрақ тігу үшін әуелі құрақтың астына қоятын астарға осындай ақ түсіріп, кей жерлерде шыт деп айтады. Осындай матаны мен 19-19 см алдым. Осылай төртке бүктейсіздер, тура ортасын тауып алу үшін. Бүктеп, қолмен үтіктейсіздер, және екінші жағын дәл солай. Және қатты басыңқырап, осылай бірнеше сұрып маталарды квадрат, яғни дәл осылай үшбұрыш етіп бүктеп, төртке ауыр нәрсені астына басырып қойсаңыздар, сіздерге дайын тұрады. Тіпті ауыр болмай-ақ өз салмағына да басылады. Қатты осылай қолмен үтіктеп деп айтады, яғни қыр түсу үшін қаттырақ басыңқырап дайындап алсаңыздар болады. Менің квадратым қазір бұл 19-да 19. Сонымен құрақ бастаушылар үшін өте жеңіл құрақ түрі, тез үйреніп кетуге ыңғайлы құрақтың бірі ол осы құрақ түрі, яғни ши құрақ. Бісміллә деп бастаймыз. Ортадағы квадратым менде 5-те 5. Осылай төрт жағында бастап тігуге болады, немесе екі жағын ұстатып қойып, әрі қарай тігіп кете берсеңіздер болады, яғни қажетті лентаны алып. Қазір менде бұған ақ түсті қоямыз қазір. Және матаның түгі төмен қарай, яғни қолмен сипаған кезде өте тегіс болатын жағын қоясыздар. Бұл жерде барлық жағының теңдей шығуының бірден бір құпиясы, тіккен кезде промышленный, яғни өндірістік тігін машиналарында лапканың өзі 0,5 жіңішкерек керек болады, ал бытовой машинкаларда кішкене жалпағырақ болады. Өндірістік тігін машинамен тіккен бір жақсы, дәл осыны тігіске қалдырасыздар лапканың бойын. 0,5, яғни 0,5 см ашасыздар және қолмен қаттырақ басасыздар. Толық осылай ашып аласыздар. Әр лентаны тіккен кезде солай жасап отырсаңыздар, құрақтарыңыз біркелкі әдемі болып шығады. Құрақты бастаушылар үшін осы құрақ түрі өте тиімді. Себебі жаңылыспай, бірден үйреніп тігіп кеткен адам жалықпай әрі қарай келесі құрақ түрлерін үйренуге құштар болып тұрады. Мен көк пен ақ түсті алдым. Бұл ақ дегенде әппақ емес, кішкене молочный немесе айвари түске жақын деп айтсақ та болады. Көк түсімізді екінші жағына тігеміз. Тіккен кезде қолмен түзеулеп, туралап отырсаңыздар жақсы болады. Ашып, тағы да осылай басып аласыздар. Енді кезекті бізде ақ түс. Ақ түс деп айта берейін, енді солай көрінеді негізі видеода, әппақ сияқты болып. Яғни кезектен кезек. Екі ақ қатар, одан кейін екі көк қатар. Асықпай мұқият тіксеңіздер, құрақтарыңыз біркелкі әдемі көрінеді.
Менде лентаның енін айтыппын. Лентаның ені менде 2,5 сантиметр. Енді көк түс. Сіздер ортадағы квадратты 4-4 қылып алсаңыздар болады. Мен бұл құрақты бесікке тартпаға тігу үшін құрап жатырмын. Егер ортасын 4-4 қылып алсам, менде 20-да 20 болып жалпақ болып кетейін деп тұр. Ал тартпаға 20 деген өте жалпақты қылады. Тартпаның негізі ені 14-15 немесе ары кеткенде 17-18 болу керек. Енді келесі ақ түс бізде. Өте жеңіл құрақ, байқасаңыздар. Осы ортасындағы квадрат өте көп рөл ойнайды. Егер ол кішкене екі жағынан қаттырақ жақын болып кетсе, егер лентамыз бұл жіңішке болып қалады, немесе керісінше былай көлденең. Ол кезде квадрат, яғни құрақ толық біткен кезде дәл солай болып тұрады квадраттарымыз. Ұзынша, немесе жалпақша болып. Сол үшін ортадағы квадратта мұқият бірдей тіккен дұрыс. Менде үзіп кетіпті қазір. Закрепка беріп ұтсаңыздар жақсы, сөгіліп кетеді деп қорқпайсыздар. Кейде бұл матовый велюр, кейде осының қалыңдау жерлерін машинка аттап кетеді тікпей. Ал қол тігіс, егер осындай матадан бір нәрсе тігіп, сөгілген жерін тіге салайыншы деп ойласаңыздар, бұл матаға инені кіруі өте қиын қол тігісте. Сосын машинканың инесі тігіле-тігіле үшкірлігін жоғалта бастайды өзінің. Сол кезде де секіріп, немесе ине дұрыс кіре алмай өтіп кетуі мүмкін. Сонда мұқият қарағандарыңыз жөн. Дәл осы ше құрақтың орталарына тырнақ ойып та, яғни
нақша құрақты тігуге болады. Оны келесі видео сабақтарда көрсететін боламын. Ертең Алла бұйыртса сіздерге құдық құрағының тігілу жолын көрсетемін. Ол да осыған өте ұқсас, бірақ кішкене өзгешелік бар. Құдық құрағы, жалпы осы ши құрақ өте оңай құрақтардың бірі, жаңадан бастаушылар үшін. Мінекей, біз құрақты біттік. Енді жан-жағын бастырып тігіп шығамыз. Бұл кезде де қолмен осылай тартыңқырап, басыңқырап алыңыздар. Сол кезде қыржым-мыржым болып немесе біртүрлі бүктетілген сияқты болып қалмайды арасы. Сұрыптың артық жағын, яғни кесіп алғызамыз. Егер 20-20 квадрат құрақ жасағыңыз келсе, 22-де 22 қылып сұрып матаны, яғни ақ шыт матаны астарын солай 2 сантиметрде үлкен қылып ала берсеңіздер болады. Себебі кейде қисық кетуі мүмкін. Ортада квадрат сәл қисық қойылып қалса, құрақ сол бойы қисық шығады. Сол үшін кішкене ақ сұрыпты үлкендеу қылып ала берсеңіздер болады. Мінекей, құрағымыз дайын. Қазір бұны өлшеп көрейін. 18-де 18. Бір жағы чуть миллиметр, 18-де жетіңкіремей тұр сәл. Мінекей қыздар, құрақты алғаш бастаушылар үшін өте оңай қарапайым құрақ түрін көрсеттік. Каналға жазылып, бізді қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Қандай да бір құрақ түрін үйренгіңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіз. Міндетті түрде тігілу құралу жолын түсіріп салатын боламыз.